Сәлем оқушылар, менің есімім Асия Радиковна. Сабақ онлайн платформасында сендермен бірге химияны оқып үйренетін боламыз. Сабақтарды бірнеше қайтара қараңдар, тапсырмаларды орындаңдар және талдауларды да бірнеше рет қараңдар. Сонда ұбт-да жақсы нәтиже көрсететін боласыңдар. Бүгін сендермен алғашқы сабағымыз. Бірінші сабақтың тақырыбы атом құрылысы. Сабақ барысында біз келесі тақырыптарды қамтитын боламыз. Ол атом құрылысы, изотоптар деген не екенін түсінеміз, электрондық деңгей немесе энергетикалық деңгейдің не екенін білеміз, және электрондық конфигурацияны жазып үйренетін боламыз. Кеттік. Бірінші тақырыбымыз атом құрылысы. Біздер айтамыз, заттар молекуладан тұрады, ал молекулалар өз кезегінде атомдан тұрады. Атом ең кіші бөлінбейтін бөлшек. Енді сол ең кіші бөлшектің құрылысын қарастырайық. Атом құрылысын біз қазіргі кезде химияда атомның планетарлық моделін, осы атомның моделі ретінде қарастырамыз. То есть құрылысы планетарлық модельге ұқсайды дейді. Бұны Резерфорд деген ғалым ұсынған болатын. Сонда Резерфорд ағай не дейді? Ол айтады, планеталарда сияқты ортада күн бар, я? Күн жүйесінде ортада күн бар, оны айналып планеталар қоршап жүреді. Сол сияқты атомның ішінде де ортасында бізде ядро бар. Ядроны айналып электрондар қоршап жүреді. То есть планеталар сияқты. Ядро біздің күніміз сияқты. Сонда атом неден тұрады? Атом тұрады ядродан. Атом сонымен қатар электроннан тұрады. Яғни тестта атом неден тұрады десе, ядро мен электроннан деп жауап береміз. Ядро өз кезегінде протон және нейтроннан тұрады. Протон оң зарядталған бөлшек, нейтрон бейтарап бөлшек. Нейтральный деген сөзден шыққан, то есть заряды жоқ, 0. Электрон бізде теріс зарядталған бөлшек. Протонды біз P деп көрсетсек, нейтронды N, электронды E дейді, үстін осылай сызып қояды, яғни зарядын көрсетеді. Енді сонда шатастырмаңдар, ұбт-да сұрайды, атом неден тұрады? Ядро мен электроннан деп жауап береміз, ал ядроны өзі протон мен нейтроннан тұрады. Яғни атом неден тұрады деген протон, нейтрон, электрон деп жауап беруге болмайды, ол қате болады, бал жоғылта аласыңдар. Атом ядро мен электроннан тұрады. Енді ұбт-да қандай сұрақтар келеді осы бойынша? Бізде сұрайды протон санын, электрон санын, нейтрон санын және ядро зарядын сұрайды. Соны біз литий атомның моделі негізінде қарастырайық. Суретте литий атомның моделі көрсетілген суретке назар аударайық. Суретте мынандай қызыл дөңгелектер бар. Олар протондар, көк дөңгелектер бізде нейтрондар, сарылар, электрондар. Байқасақ, 3 сары дөңгелек бар, 3 қызыл дөңгелек және 4 нейтрон бар, я? 3 протон, 3 электрон және 4 нейтрон. Бұл сандар қайдан шыққан? Оны білу үшін бізге Дмитрий Иванович Менделеев құрастырған периодтық кесте керек. Периодтық кестеде бізде әрбір элементтің қасында осындай сандар жазылған, реттік сандар. Бұлар оның реттік нөмірлері. 1, 2, 3, 4, 5 деп кетіп барады. Бұл оның реттік нөмірлері. То есть осы реттік нөмірі арқылы біз протон, электрон және ядро зарядын анықтай аламыз. Бірінші протон саны. Протон саны бізде тең болады Z-ке. Z дегеніміз ол реттік нөмірдің белгіленуі. Протон саны сонда бізде Z реттік нөмірге тең. Электрон саны. Электрон санында біз реттік нөмір арқылы қараймыз. Нейтрон саны. Нейтрон санын табу үшін біз атомдық массадан, айырдан азайтамыз реттік нөмірін. Периодтық кестемізге оралайық. Айыр дегеніміз не? Атомның массасы. Атомның массасы периодтық кестеде мынандай жерінде жазылып тұрады. Көріп тұрмыз, я? Біздер литийді қарастырып жатырық. Литийдікі неше? 6,941 деп тұр. Оны жуықтап 7 деп аламыз. Яғни AR литий
тең 7-ге. Енді нейтрон санын табу үшін 7-тен оның реттік нөмірін азайтамыз. Яғни литий атомын қарастырайық. Литий атомында реттік нөмірі нешеге тең? 3-ге тең, периодтық кестеден көреміз. Қолдарына міндеттерді периодтық кестені алып алдыңдар, менімен бірге ілесіп қарап отырыңдар өздерінің периодтық кестелеріңді. Литийда 3 протон бар, протонды П дейміз. Шекесіне плюс деп жазуға болады, себебі ол оң зарядталған бөлшек. Қанша нейтрон барын табайық. Нейтрон санын табу үшін міне мына формуланы қолданамыз. AR минус Z. AR минус Z. Реттік атомдық массасы біз 7-ге тең азайтамыз реттік нөмірі. 3. Шығады бізде 4. Демек, оның 4 нейтроны бар. Заряды 0. Электрон санын қайдан білеміз? Реттік нөмірден. 3 электроны бар. Міне, бізде ядро, бізде оның сыртындағы электрондар. Енді сонымен қатар бізде ядро зарядын сұрайды бұтыда. Ядроның зарядын қалай білеміз? Қарайық, біз айттық, ядро тұрады протон мен нейтроннан. Міне, протон оң зарядталған бөлшек, нейтронның заряды жоқ. Қалай ойлайсыңдар? Сонда, егер ядро оң зарядталған протон мен заряды жоқ нейтроннан тұрса, ядроның заряды қандай? Яғни протон өзінің оң үлесін қосып тұр, нейтрон ешқандай үлесін қосып тұрған жоқ. Демек, ядроның заряды оң болады. Сонда, ядро заряды оң зарядталған реттік нөмір. Яғни, реттік нөмірдің, бізде Z қой реттік нөмір, немесе плюс Z қойық, реттік нөмірдің алдына плюс қоямыз. Яғни, литийдің ядро заряды плюс 3. Алдына плюс қоямыз да реттік нөмірін жазамыз. Мысалға, азотты қарастырайық. Ядро заряды неше? Азоттың ядро заряды плюс 7. Оттектің ядро заряды плюс 8. Селеннің ядро заряды плюс 34. Яғни плюс қоямыз да оған реттік нөмірін жазамыз ары. Сонда реттік нөмірі не көрсетеді бізге? Протонның санын, электронның санын және ядро заряды, оң зарядталған ядро зарядын. Ал нейтрон санын табу үшін біз AR-дан, яғни атомдық массадан азайтамыз реттік нөмірін. Мынандай сұрақ, ОБТ сұрақтарынан элементтің атомдық нөмірі білдіреді дейді. Яғни элементтің атомдық нөмірі нені білдіреді? А жауабы атомдағы электрон қабат санын. Жоқ, электрон қабат санын біз период санынан қараймыз. В жауабында не дейді? Ядроның оң заряды, протон және электрон саны. Мұндан бері айтып жатқанымыз осы. Яғни атомдық нөмір Z, Z арқылы біз білеміз ядроның оң зарядын, алдына плюс қою арқылы протон және электрон саны. Ал нейтронды табу үшін біз атомдық массадан реттік нөмірді азайтамыз. Ары қарай кеттік. Енді изотоптармен танысайық. Изотоп дегеніміз не жалпы? Изотоп дегеніміз протон, электрон саны бірдей, бірақ атомдық салмағы нейтрон саны әртүрлі, бір элементтің түрі өзгерістері. Табиғатта сутектің 3 изотопы бар: протий, дейтерий және тритий. Суреттер берілген, яғни бұл атомдық құрылысы суретте. Протийға назар аударайық. Протийда қызылмен протон көрсетіп тұр, бір протоны бар және жалғыз ғана бір электроны бар. Байқап тұрсаңдар, протийда нейтрон жоқ. Дейтерийді қарайық. Бір протоны бар, бір нейтроны бар. Қара нейтрон, то есть 0 деп тұр, заряд жоқ бөлшек. Және бір электроны бар. Тритий. Тритийда бір протон бар, 2 нейтрон бар және бір электрон бар. Не байқап тұрмыз суреттен? Суретте 3 сутектің протий, дейтерий, тритийдің да үшеуінде бір-бір протоннан, бір-бір электроннан бар. Яғни протон, электрон саны бірдей. Ал нейтрон саны протийда мүлдем жоқ нейтрон, дейтерийда 1, тритийда 2. Яғни нейтрон сандары әр түрлі. Демек, бұл 3 зат бір-біріне изотоп болып келеді. Яғни бір элементтің түрі өзгерістері, протий, дейтерий, тритий, олар үшеуі де сутектер, яғни сутектің түрі өзгерістері. Олар бір-біріне изотоптар болады. Олардың нейтрон саны әртүрлі және
атомдық салмағы да әртүрлі соған байланысты. Мысалға, табиғатта литийдің 3 изотопы кездеседі. Астына біз реттік нөмір жазамыз әдетте, үстіне AR. Яғни элементті жазған кезде астында Z тұрады, үстінде AR жазылады. Атомдық массасы. Литийдің реттік нөмірі 3, яғни изотоптардың барлығының астында бірдей саны жазылады. Ал үстіне, мына жерде көріп тұрамыз, атомдық салмағы әртүрлі болғасын. Табиғатта литийдің 6, 7 және 8 атом салмағы 6, 7, 8 болатын 3 түрлі изотопы бар. Енді мына үстіндегісі AR, астындағысы Z қой. Нейтрон санын табайық. Нейтрон санын қалай табатын едік? AR-дан азайтамыз реттік нөмірін. Атомдық массадан азайтамыз реттік нөмірін. Сонда бірінші литий үшін табайық. 6-дан 3-ті азайтамыз. 6-дан 3 азайтсақ, бізде 3. Яғни 3 нейтрон бар. Мына жерде 3 нейтрон бар. Екіншісін қарастырайық. 7-ден 3-ті азайтамыз, е? 7-ден 3-ті азайтсақ, бізде 4 нейтрон бар. Үшіншіде 8-ден 3-ті азайтамыз. 5 нейтрон бар. Яғни, мынау бізде атомдық салмақтары әртүрлі, нейтрон сандары әртүрлі. Бірақ реттік нөмірлері бірдей ғой, демек олардың протон және электрон сандары да бірдей. Осындай заттар бір-біріне изотоптар болып кетеді. Оларды біз изотоптар дейміз. Яғни бір элементтің түр өзгерістері. Сутектің мысалға 3 изотоп бар. Бірде-1, бұл бізде протий, дейтерий 1-2 және тритий 1-3. Бұны жаттап алғандардың жөн, аттарын жаттап алған жөн сендерге. Протий, дейтерий, тритий. Осыларды біз изотоптар дейміз. Келесі, енді электрондық қабат не екенмен танысайық. Электрондық қабат немесе басқаша оны энергетикалық деңгей дейді. Ол период нөмірмен анықталады. Яғни, периодтық кестемізді қарайық. Период нөмірі, міне, мына жерде көрсетіліп тұр. Бұлар бізде периодтар, яғни бұлай қарай бізде периодтар, бұлай қарай бізде топтар. Бізде жалпы 7 период бар, я? Не, код тұрақ, мен өшірі салайын әзірше. Бізде 7 период бар, алғашқы периодтар 1, 2, 3-тер кіші периодтар, 4, 5, 6 үлкен период, себебі 2 қатарды қамтиды. Ал 7-ші периодты біз аяқталмаған дейміз, себебі элементтер әркімге дейін ашылып жатыр, период толықтырылып жатыр. Енді осы период нөмірі бізде энергетикалық деңгейді көрсетеді. Мұнағы литийдің электрондық конфигурациясына, атомның моделіне оралайық, атомның құрылысына, яғни суретіне. Көріп тұрмыз, мына сары дөңгелектер, ол оның электрондық деңгейлері, энергетикалық деңгейлері. Енді қарайық, неше дөңгелек бар? Бізде 2 сары дөңгелек бар. Демек, оның 2 энергетикалық деңгейі бар. Енді периодтық кестеден қарайтын болсақ, литий 2-ші периодта орналасқан, яғни период нөміріне сәйкес келеді. Көріп тұрық, я? Энергетикалық деңгейде, немесе электрондық қабаттарда электрондар өмір сүреді. Яғни бір қабат үй сияқты, этажный үй сияқты. Әр этажында электрондардың белгілі бір саны өмір сүреді. Енді период нөмірмен анықталады. Жазайық, қалай жазамыз біз оны? Литий, жаңа айттық, ядр заряд плюс 3-ке тең, себебі реттік нөмірі 3. Ол 2-ші периодта орналасқан, демек оның 2 электрондық қабаты бар. Қабаттарды осындай жақшалармен көрсетеміз, яғни біз SMS жазғанда, осындай смайликтер сияқты, күлген смайликтер жазамыз, сол сияқты электрондық қабаттар да солай жазылады. Мынау 1-ші қабат, мынау 2-ші қабат. Енді әр қабатта электрондар өмір сүреді. Оны қалай білеміз? Периодтық кестедегі әр бір элементтің 1-ші қабатында 2 электрон бар. 2 электрон, ол яғни бізде 1-ші период, 1-ші қабат сияқты қарастыратын болсақ, 1-ші периодта тек қана 2 элемент бар. Мынау да сутек, мынау да сутек, екеуі бір нәрсе шатастырмаңдар. 3 деп ойламаңдар, мына екеуі ғана.
стек пен гелий. Бірінші қабатта екі элемент болғасын, электронды қабат жасағанда әрбір элементтің бірінші қабатына әрдайым екі электрон деп жазасыңдар. Ал сыртқы қабатындағы электрон санын қалай анықтаймыз? Оны топ нөміріне қарап анықтаймыз. Міне мыналар бізде топ нөмірі. Литий нешінші топта орналасқан? Бірінші топта орналасқан. Демек, оның сыртында бір электрон бар. Сонда жалпы неше электрон? 3 электрон. Яғни ядро заряды мен электрон саны тең екенін білеміз, мұны айтып кеткенбіз. Оның барлығы да топ нөмірінен көреміз. Топ нөмірі 3, демек оның 3 электроны бар. Тағы бір элемент қарастырайық. Мысалға, көміртек. Реттік нөмірі 6. Көміртек, реттік нөмірі 6, яғни оның ядро заряды плюс 6-ға тең. Қанша электронды қабаты бар екен? Ол да екінші периодта орналасқан, демек оның 2 электронды қабаты немесе энергетикалық деңгейі бар. Бірінші қабатта әрдайым айттым 2 электрон өмір сүреді. Сыртқы қабатындағы электрон санын табу үшін біз топ нөміріне қарайтын едік. Көміртек 4-ші топта орналасқан, демек оның сыртында 4 электрон бар. Бұнда 6 электрон шығып тұр, иә? Мына екеуі тең. Демек, дұрыс шығардық дегеніміз. Енді, мысалға, арсеникум, мышьякты қарастырайық. Ядро заряды, реттік нөмір 33-ке тең. Яғни, арсеникум бізде плюс 33. Қанша энергетикалық деңгейі бар екен қарастырайық. Нешінші периодта орналасқан? 4-ші периодта орналасқан. Демек, оның 4 осындай жақшасы бар. Смайликтері, 4 энергетикалық деңгейі бар, электронды қабаты немесе. Бірінші қабатта 2 электрон бар. Сыртқы қабатында неше электрон бар? 5 электрон бар. Екінші қабатта қанша электрон барын табайық. Екінші қабатта қанша электрон? Міне, екінші этаж мынау, Мынаның барлығы электрондар деп ойлайық. Элементтер электрондар деп ойлайық. Мынаның барлығы екінші қабатта өмір сүріп жатыр. Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 элемент өмір сүріп жатыр, Яғни 8 электрон бар. Екінші қабатқа 8 деп жазамыз. Мына жерде қанша электрон барын қосып, 33-тен азайта салуымызға болады. То есть 2-ге қосамыз 8, қосамыз 5. Жалпы бізде 33 электрон қосудан азайта салуымызға болады. Мұнда сонда 15 болады. 33-тен 15-ті азайтатын болса, қанша болады бізде? 18 электрон. Яғни, мышьяктың бізде 33 электроны бар. Ол бірінші қабатында 2 электрон өмір сүреді, екінші қабатында 8, үшінші қабатында 18, соңғы қабатында, яғни сыртқы электронды қабатында 5 электрон өмір сүреді. Әрі қарай. Яғни шатастырмаймыз, мынау бізде периодтар, мыналар бізде топтар. Келесі, мынандай сұрақ ОБТ сұрақтарынан реттік нөмір 56-шы элементтің электрондық қабатының саны. 56-шы элементті табайық периодтық кестеден. Міне, қандай элемент екен? Барий. Электрондық қабатын сұрайды. Электрондық қабатын біз период нөмірінен қараймыз, Барий. Плюс 56. Период нөмірі бізде 6. Демек жауабымыз 6 болады. Яғни мынандай 1, 2, 3, 4, 5, 6 қабаты бар екен. Жауап сонда В болады. Келесі сұрақ. 13-ші химиялық элементтің электрондарының орналасу реттері. Яғни бізде 13-ші нөмірі 13 болатын, реттік нөмірі беріліп қойған, сол элементтің электрондарының орналасу реті керек.
Оралайық периодтық кестемізге 13-ші элементті табайық. 13-ші элемент бізде алюминий. Алюминий. Неше энергетикалық деңгейі бар екен алюминийде? 3 энергетикалық деңгей бар. Мына жерге жазайық. Алюминий. Ядро заряды плюс 13, реттік нөмірі 13-ке тең болғандықтан ядро заряды әрдайым оң зарядталған. Оң зарядталған реттік нөмір. 3 энергетикалық деңгейі бар. 3 жақша саламыз. Айтып кеттім, бірінші энергетикалық деңгейде әрдайым 2 электрон өмір сүреді. Сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон санын білу үшін біз топ нөміріне қарайтын едік. Топ нөмірінде 3 деп тұр. Яғни сыртында 3 электрон бар. Мына жерде қанша электроны бар екенін білу үшін біз 13-тен азайта саламыз. Яғни 13 минус 2 қосылған 3. Сонда 13-тен біз азайтамыз 5-ті. 13-тен 5 азайтсақ бізде 8 шығады. Яғни мына жерде 8 электрон өмір сүреді. Себебі жалпы олар 13 болу керек. Жалпы 13 болу керек. Екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон өмір сүреді. Сонда 2, 8, 3. Сұрағымызға оралайық. 2, 8, 3 деген А жауабында бар екен. Демек, бұл сұрақтың жауабы А жауабы болады. Біз электрондар жаңа қабаттарға бөлдік. Енді біз оларды қабат үйлерде бізде әрбір қабатта не бар? Квартиралар бар, я. Сол сияқты әр электронның өзінде өмір сүретін белгілі бір ұяшықтар бар, орбитальдар бар. Енді соған байланысты біз электронның конфигурацияны жазамыз. Жазып көрейік енді. Жалпы бізде бізде S, P, D және F деген орбитальдар бар, яғни квартиралар сияқты. F көп айтылмайды, S, P, D керегі. Осындай S-та бізде бір ұяшық, яғни S орбиталі однокомнатный квартира сияқты, бір ұяшығы бар. P-да 3 ұяшық бар, трехкомнатный квартира сияқты. D-да одан да көп 5 бар. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. F-та одан да көп, F-та 7 бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Әр квартира дейміз, әр ұяшыққа 2 электрон сыяды. Мына стрелка жоғарғы, стрелка төменге ол электронды көрсетеді. Яғни бір ұяшықта әрдайым осындай бағыттары әртүрлі. Бұл спиндері әртүрлі электрондар болу керек. Мынаған максимум 2 электрон сыяды, яғни бір ұяшыққа тек қана 2 сыяды. Келесі P. P-да алдымен бір-бірлеп орналастырамыз, содан кейін жоптастырамыз. P-да максимум 6 сыяды. D-да қарайық 5 ұяшық, әр қайсына 2-2-ден болса 10 электрон сыяды. Электрон деп қойын. F-қа максимум 14 сыяды. Себебі жетеу. Енді электрондық конфигурацияны қалай жазамыз? Электрондық конфигурация үшін бізге әрине периодтық кесте керек. Міне периодтық кестеден қарайтын болсақ, бізде осындай түрлі түсті, яғни цветной периодтық кесте алғандарың жөн. Көр түсі розовый түс бар, сары түс бар, көк түс бар, және астында лантаноидтар, актиноидтар жасыл түспен көрсетілген. Қарайық, мына жерде анықтамасы белгілі қойған әр түстің белгіленуі. Яғни розовый деп S элементтерді белгілеген, сары мен P элементтерін, көк пен D элементтерін, жасыл F элементтер. F элемент көп айтылмайды бізде. Керегі осы S, P, D. Енді міне сутек гелі біз S элементтері, литий берилі S. Сары бізде барлығы P элементтері, натрий, магний бізде розовый, олар S элементтері, арғарай қайтып P элементтері басталады, мына көктердің барлығы D элементтері. Енді соған байланысты конфигурацияны жазып үйренейік. Мысалға маңдан бері қарастырған литийдің конфигурациясын жазайық. Литий.
Оның реттік нөмірі 3 болғасын, ядро заряды да плюс 3-ке тең. Неше қабаты бар екен? Литийдің қабатын біз периодтан қарап білетін едік, я? 2 қабаты бар. Яғни 2 энергетикалық деңгейі бар. 2 қабатты үй сияқты, я? Біріншісінде 2 электрон өмір сүреді дедік, сыртында 1 электрон өмір сүреді дедік, я? Себебі оның топ нөмірі 1-ге тең. Енді квартираларға бөлейік. Қалай жазамыз? Біз периодтық кестені қолданамыз. Қолдарына мен ілес периодтық кесте алыңдар. Жазған кезде, міне, периодтық кестеден қараймыз. Литийдің конфигурациясын жазайық. Біз бірінші периодтан бастаймыз. Сондықтан 1 дейміз. Бізде қандай түс? Розовый түс, я? Розовый түстің анықтамасы S. 1S нешеуі бар? Сутекпен келі 2 бар. Біз литийға дейін әлі жеткен жоқпыз. Литий міне тұр, я? Жаңа период басталды. Екінші период демек 2 деп жазамыз. Әрбір период басталған сайын нөмірін жазу керекпіз. 2 деп жазамыз. Түс қайтып розовый. Сондықтан S дейміз. Нешеу? Біреу, себебі осы 1 мен литийға жетеміз. Сонда конфигурация 1S2, 2S1. 1S2, 2S1. Енді ұяшықтарын салайық. 1S. S бізде 1 ұяшық, я? Міне 2 электрон өмір сүреді, я? Міне электрондарын салдық. 2S. Олды 1 ұяшық. S-тар бізде 1 ұяшықтан тұрады. Неше электроны бар? 1 ғана электроны бар. Яғни, мына квартирада тек қана 1 электрон өмір сүреді. Бұл оның электрондық конфигурациясы. Тағы бір элементті қарастырып көрейік. Периодтық жүйеден тағы бір элементті таңдайық. Мысалға, фосфор элементін. Реттік нөмірі 15, 3-ші периодта орналасқан. Фосфор. Реттік нөмірі плюс 15, 3-ші периодта орналасқасын, оның 3 энергетикалық деңгейі бар. Енді осы қабаттарға электрондарды орналастырайық. Бірінші қабатта әрдайым 2 электрон бар дедім. Сыртқы қабатындағы электрондар санын білу үшін біз қайда қарайтын едік? Топтың нөміріне қарайтын едік. Фосфордың тобының нөмірі 5-ке тең. 5-ке тең. Я, енді екінші қабаттағы электрон сандарын табу үшін біздер 15-тен азайта салайық. 15-тен азайтамыз, 2 қосылған 5. Мына жерде 7 болады, 15-тен 7-ні азайтсақ, бізде шығады 8 электрон. Мына жерде 8 электроны бар. Енді электрондық конфигурациясын жазайық. Мына жерге жазайық. Кеттік. Фосфор үшін жазадырық, я? Бірінші, мына жерден бастаймыз. Бірінші периодтан бастадық. 1 деп жазамыз. Түс розовый. Розовый бізде S элементтері. 1S 2 деміз, себебі 2 розовый бар. Сонымен бірінші период бітеді. Екінші периодқа көшеміз. Біз мына фосфор жазадық. Фосфорға дейінгі барлығын жазып шығармыз. 2 дейміз. Түс розовый. Демек S дейміз. Розовыйдың 2 бар. Литиймен берелі. 2S 2 дейміз. Жаңа түс басталды. Жаңа түс басталған сайын период нөмірін қайтып жазу керек. 2 дейміз. Жаңа түс. Сары түс басталды. Сары түс бізде P элементтері. 2 P дейміз. Нешеуі бар фосфорға дейін? 1, 2, 3. Фосфорлық болса есептейсіңдер. 1, 2, 3. Сонда 2 P 3 болады, я? Ой, кешірім сұрайым. Екінші топта 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар, я? 2 P 6 дейміз. Фосфорға әлі жеткен жоқпыз. Екінші период бітті. Жаңа период басталды. Үшінші период. 3 дейміз. Түс розовый. 3S 2 дейміз, я?
Жаңа түс басталды. Период нөмірін қайтып жазамыз. Түс сары демек П, 1, 2, 3 бар. 2, П, 3, П, 3 дейміз. Сонда 1 2, 2 2, 2 П 6, 3 2, 3 П 3. 1 2, 2 2, 2 П 6, 3 2, 3 П 3. Енді яшықтарын салайық. 1 яшығы. 2 электрон бар. 2 электрон бар, 2 П. П, не мұқият болыңдар, бізде 3 яшықтан тұрады. Алты электроны бар. Алдымен бір-бірлеп, сосын жұптастырып саламыз. 3S 1 яшықтан тұрады, 2 электрон бар. 3 П 3 яшық 3 электроннан тұрады. Енді ойлап қараңдар, сіздің трехкомнатный квартираңыз бар, өзіңіздің 3 құрбыңызбен тұрасыз. Яғни сізді қосқанда 3-сіңдер. Сіздер 3-ің барлығын бір бөлмеге кіріп кетпесіңдер, комфортны болу үшін сіздер әрқайсың бір бөлмеде тұрасыздар. Сол сияқты мына электрондар да комфортты жақсы көреді. Егер мүмкіндік болса, олар бір-бірлеп орналасуға тырысады. Содан кейін, мысалға мына жерде 4 болса, ол мынаның қасына келіп бүйтіп жұптаса қояды. Ал мүмкіндік болса, олар бір-бірлеп орналасуға тырысады. Алдымен бір-бірлеп орналастырасыңдар, содан кейін жұптастырасыңдар. Бұл фосфор үшін конфигурация жазған болатынбыз. Енді D элементтерін қарастырайық. Мысалға, темір, темір үшін жазып көрейік. Темірдің ядр заряды плюс 26, 4-ші периодта орналасқан. Жерге жазайық. Феррум плюс 26, 4-ші периодта орналасқандықтан, оның 4 энергетикалық деңгейі бар. Мына жерде 2 электрон өмір сүреді. Периодтық кестемізге орналасса, 2 электрон өмір сүреді. Екіншісінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, яғни элементтерді біз электрондар ретінде қарастырайық. Мынау екінші қабат, бірінші қабат, екінші, үшінші, төртінші, солай сияқты. Нешеу? Бізде 8 элемент бар, демек 8 электрон өмір сүреді. Енді D элементтердің ерекшелігі олардың сыртқы қабаттарында 2 электроннан болады. Бірақ әрбір ережеде бізде исключение бар, ережеге бағынбайтындар. Мысалға, ол хром. Хромның сыртқы қабатында 1 электрон бар. Тағы мысал ретінде мыс бола алады. Сыртқы қабатында 1 электрон бар. Бұлар барлығы ережеден исключениялар. Ниоби сыртында 1 электрон бар. Молибденнің сыртында 1 электрон бар. Рутенийдің сыртында 1 электрон бар. Родийдің. Палладийдің сыртында 0. Мүлдем электрон жоқ. Қабаты бар, бірақ электрон өмір сүрмейді ол жерде. Платинада 1 электрон бар. Тағы қандай элементте? Алтында 1 электрон. Күмісте 1 электрон. Болды. Қалғандарында барлығының сыртында 2 электрон бар. Осы элементтерді өздеріне жазып алыңдар, паузаға қойып, сырттарында 1 электрон бар. Қалғандарына, мына жерде темірді қоса жазып кетпеңдер, себебі темірді біз қазір талдап атқанымыз, сол үшін мен оны қошап қойғам, темір талдап атқасын. Қалған көкпен қошалғандардың барлығын жазсаңдар болады. Немесе оларды қазір көрінетін болсын, жасылмен қошап. Көрінбейді. Сарымен қошап қойын. Міндетті түрде паузаға қойыңдар да жазып алыңдар. Осы элементтердің сыртында 1 электрон бар. Қалған D элементтердің барлығында сыртында 2 электрон бар. Демек, темір бізде исключение емес, оның сыртында 2 электрон бар. Мына жерде қанша электрон барын біз 26-тан азайтты арқылы табуымызға болады. 26-тан азайтамыз.
2 қосылған 8 қосылған 2. Қанша болады екен? 10, 12, 26-тан 12-ні азайтсақ, 14, е? Демек, темірдің сыртында, сыртынан салмағанда ішкі қабатында 14 электрон бар, үшінші қабатында 14 электроны бар. Енді D элементтердің тағы бір ерекшелігі, оларны 4-ші периодта орналасқанымен, оларды біз бір период жоғары көтеріп қарастырамыз. Ол мысалға мына аргоннан кейін бірден мына D-лар кетеді, яғни 10 D элементі жазылады, содан кейін калий мен кальций. Содан кейін 4. Қазір талдау барысында қарастырайық. Темірдің конфигурациясын жазайық. Мына жерге сендерге темірдің конфигурациясын жазайын. Өшіреміз, енді темірдің конфигурациясын жазамыз. Бастайық. Темір үшін жазадық, я. Бірінші периодтан бастаймыз. 1 дейміз. Түсі розы, сондықтан S, 2, 2, S, тағы 2. Жаңа түс басталды, 2-ні қайтып жазамыз. Түс бізде сары болғасын P. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар. 2 P6. Екінші период бітті, үшінші период басталды. Сондықтан 3 дейміз. Түс розовый S. 2 бар, я? 2 дейміз. Мына жерге келдік. Жаңа түс басталды. Сондықтан 3 деп қайта жазамыз. Түс сары болғандықтан P дейміз. Нешеу бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бар. Фермға дейін осының барлығын жазып шығу керекпіз. Енді мұқият болыңдар. D элементтері, мен айтып тұрмын, мына соңғы сарылардан кейін жүреді олар. Олар 4-ші периодта орналасқанымен біз оны бір сатты жоғары көтеріп айтамыз. Сондықтан біз 3-ді дейміз, D дейміз. Нешеу? Міне аргоннан кейін мына калий мен кальцийді ескермей D-ға көшіп кетеміз бірден. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Темірге дейін 6, 3, D6. Міне қайтып айтам. 4-ші периодта орналасқанымен біз оларды 3 деп жазамыз. Әр D элементтерін солай көтереміз. Мыналар мысалға 5-те орналасқан ғой. Итрий, цирконий, ниоби деген мыналар. Біз оны 4 деп жазамыз. То есть бір саты жоғарыға көтереміз. 3, D6 деп жаздық. Енді біз мана калий мен кальцийді тастап кеттік. Олар темірге дейін орналасқан, сондықтан оларды да жазу керек. Біз оларды мана тастап кеттік, аргоннан кейін бірден скандий, титан деп санап кеттік, ванадий, хром, марганец, ферм деп фермға дейін санап кеттік, калий мен кальцийға қойды. Сондықтан оларға ораламыз. Олар өзінің заңды жерінде 4-те орналастық. 4 дейміз, түстері розовый, поэтому 4S дейміз, 2, я? 4S, 2. Енді 1S2, 2S2, 2 палты, 3S2, 3 палты, 3 далты, 4S2. Бұл конфигурациясы, я? Соны жазайық. 1S2, 2S2, 2 P6, 3S2, 3 P6, 3 D, неше болды жаңа? 6 болды, я? 4S2. Тексер жүрек, дұрыс көшіп жаздық па? Я, 3, 6, 4S2. Енді конфигурацияны салайық. Ешықтарын салайық. 1S, 2 электрон, 2S дейміз. Онда да 2 электрон өмір сүреді. 2 P бізде мұқият боламыз. 3 яшықтан тұрады. 6 электроны бар. Сондан толады, я? 3S, 2 электрон, 3 P. P-лар бізде 3 яшықтан тұрады. 3 P6, 6 электрон. Так, 3 D. D біз айттық 5 яшықтан тұрады, я? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, я? 5 яшықтан тұрады. Неше бар? 6 электрон бар. Алдымен бір-бірлеп орналастырамыз. 3, 4, 5, 6-шысы мына жерге келіп жұптасады. Яғни көріп тұрмыз, мүмкіндік болынша бірлеп орналастырамыз, сосын қалып қойған жұптастыра бастаймыз. Сосын 4S 2 бар, я? Міне, электрондық конфигурацияны салдық, яшықтарға орналастырдық. Байқап тұрсаңдар, мына 3D
толық толмаған, иә? Яғни мына жерге 1, 2, 3, 4, 4 электрон сыяды әлі. Мына жерге жазылған кеттік, 14. Енді D элементтердің ерекшелігі сыртынан санағанда екінші қабатқа электрон толтырады. Яғни D элементтерінен басқа S, P элементтері олар сыртқы қабатына электрон толтырса, D элементтер сыртынан санағанда ішкі қабатына электрон толтырады. Міне, сыртқы қабаты толып тұр, төртінші қабат толып тұр. Сыртынан санағанда ішкі қабатына олар электрон толтырады. Міне, қарайтын болсақ, мына жерде фосфор P элементі оның сыртқы қабаты толмай қалды. Ол яғни мына жерге электрон толтырады. Литийдің тоже сыртындағысы толмай қалды, мына жерге электрон толтырады. Ал темір ондай емес, иә? Темірдің ерекшелігі сыртынан санағанда екінші қабатына толтырады. Перед последним немесе орысша айтқанда, бұл тек қана темірдікі емес, мына периодтық кестеде көкпен белгіленген барлық D элементтерге қатысты. Енді тағы бір мысал қарастырайық. Мысалға йодты жазып көрейік, иә? Йодты жазып көрейік. Ядро заряда. Плюс 53, 5, мұқият болыңдар. Қатарды қарамайсыңдар, мынаны қараған дұрыс емес. Ол қатар. Қатар керек емес, бізге период керек. 5-ші периодта орналасқан, демек оның 5 энергетикалық деңгейі бар. Йодты жазып жатырық, иә? Плюс 53 дедік. 5, 4, 5 энергетикалық деңгейі бар, электрондық қабаты бар. Біріншісіне әрдайым 2 электрон өмір сүреді. Енді екінші қабатты қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 электрон өмір сүреді. 8 электрон өмір сүреді екінші қабатында. Үшінші қабатын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мұқият болыңдар, осыдан кейін D элементтері кетеді. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, кобальтпен 16, никель 17, мыс 18, мырышпен 19. Яғни, төртінші периодта орналасқан D элементтері, олар аргоннан кейін кетеді, яғни айтын бір саты көтереміз, иә? Бір түрлі мынаның жалғасы сияқты ғой, көп болды жалғасы тұрған. Сонда мыналар 8, мыналар 10 штук. Сонда общий 18. Я? Біздің үшінші қабатымызда 18 электрон бар екен. Жазайық. Ой. Он 18 электрон бар. Енді төртінші қабатты есептейік. Төртінші қабатты көрейік бізде. 1, 2, калий мен кальций қалып қойды. 1, 2. Мынаның барлығы, D элементтен барлығы 3-ке кетіп қалды. Сондықтан 1, 2, D элементтен есептемейміз. 3, бірден калий кальцийден галлийге көшеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді 5-ші топтағы мына D элементтері бір саты көтереміз, яғни криптоннан кейін мына жерде D элементтері кетеді. Мына жерде 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бұнда да 18 екен, я? Калий, кальций. Мыналар 3-тікі, 4-те тұрғасын бір саты көтереміз. Мыналарды есептедік, 8. Мына 5-тегісін 4-ке көтереміз. D элементтері әрдайым көтеріледі дедік, я? 8, мыналармен бірге 18 болады. Жазып жатқан жерімізге оралайық. Төртінші қабатта да 18 электрон бар екен. Соңғы 5-ші қабатын есептейік. 5-ші қабатын есептейік. Міне 5-ші қабат, я? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни йодқа дейін 7. Біз йодты жазып жатырық қой, я? D элементтерін есептемейсіңдер себебі біз оны бір саты көтеріп 4-ке жазып жібердік.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни соңғы қабатында 7 электрон бар екен. Енді қолдарына периодтық жүйені алып, мен ілесіп конфигурациясын жазайық. Жерден өшірейін. Йод үшін жазып жатыр. Басынан мына жерден қайтып бастаймыз. 1 S2, екінші период 2 S2, новый түс басталып, мына болға келдік. 2 P 1, 2 алтау, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Енді мына жерге Д элементтерін жазып кетеміз. Олар скандий, титан, ванадий деп санайтын болсақ, мырышқа дейін санаймыз. Нешеу 10 штук бар. 3D10, яғни біз йодқа дейін барлығын жазамыз. Содан кейін калий мен кальцийді жазамыз. 4S2, содан кейін бірден галлийге көшеміз. Мыналар барлығы кетіп қалды. Галлийге көшеміз. 4P, нешеу 6-ау бар. Бұның 6-ау бар. Содан кейін криптонға келдік қой. Криптоннан кейін 5-ші периодтағы элементтерді біз криптоннан кейін жазамыз. Әдеттегідей 4D дейміз. Олардың да санап шықсаңдар 10-ы бар. 4D10 дейміз. Біз бірақ әлі йодқа жеткен жоқпыз. Мына жерде рубидий мен стронций қалды. Олар 5-те орналасқан. Сондықтан 5S1, 2 рубидий мен стронций 5S2. Содан кейін бірден мына сарыларға көшеміз. Себебі көктер кетіп қалды. Мана 4-ке кетіп қалды. Санайық индиға дейін, йодқа дейін. 1, 2, 3, 4, 5, Сонда 5 P 5 болады соңғысы. Жазбайын мына жерге көшірейік. 2, 2S2, 2 P6, 3S2, 3 P6, 3D10, 4S2, 4 P6, 4D10, 5S2, 5 P5. Бұның барлығын салып отырмай қояйын, бұның барлығы толық толған. Соңғысын тек салайын, 5S2 мен 5 P5 дігін. 5S2, 5 P 3 яшық болады. 5 деген сөз 1, 2, 3, 4, 5. Яғни, мынауысына тағы бір электронды қосуға болады. Енді, мынандай сұрақты қарастырайық. Тест сұрағынан аргон атомының қалыпты күйіне сәйкес келетін бөлшек. Аргон атомының қалыпты күйін жазып көрейік. Ол үшін бізге периодтық кесте керек. Периодтық кестен аргонды табайық. Міне. Аргон бізде ядро заряды 18. Үшінші периодта орналасқан 3 энергетикалық деңгейі бар демек. Конфигурациясын тез жазып көрейік. Сұраққа жауап беру үшін бізге оның конфигурациясы керек. Конфигурациясын жазайық. Аргон үшін жазып жатыр. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, аргонға дейін 6, 3 P6. Яғни 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Бұл оның қалыпты конфигурациясы. Бұл аргонның конфигурациясы. Енді осыған ұқсайтын конфигурация болу керек. Енді қалыпты деген сөз ол аргон 0 деген сөз. 0 деген оның заряды. Яғни периодтық кестедегі әрбір элемент сол тұрған күйінде олардың зарядтары 0. Себебі 3, мысалы оң зарядталған протон мен оң зарядталған
протонмен тез затталған электрондар бір-бірін бейтараптайды. Мысалы, литийда плюс 3 протон бар, минус 3 электроны бар. Плюс 3 пен минус 3 0 болады. Сол сияқты әрбір элемент периодтық кестеде қалыпты күйде заряды болмайды, 0 болады. Сондықтан А жауабын бірден алып тастаймыз. Себебі периодтық кестеде конфигурация ұқсайтын элементтер мүлдем болмайды. Енді мына жерден не көреміз? Плюс 4, плюс 3 деген зарядтар көреміз. Плюс 4 дегеніміз ол 4 электрон қосып алды деген сөз. 4 электрон беріп жіберді деген сөз. 4 электрон айырылып қалды деген сөз. Плюс 4 дегеніміз ол 4 электронын беріп жіберді деген сөз. Ал минус деген сөз, минус 2 күкірттен. Ол 2 электрон қосып алды деген сөз. Яғни электрон қосып алса олар теріс зарядталады, беріп жіберсе оң зарядталады. Енді мына жерде конфигурация арқылы біз қарастырайық, қайсысы аргонмен ұқсайды. Яғни аргон 3-ші периодтың элементі болғасын, біз 3-ші периодтардан қарайық. Бізде кремний, алюминий, күкірт, цинк берілген, Кремний, алюминий, кремний, күкірт. Сосын мырыш берілген. Мырышты бірден жауаптан алып тастаймыз, себебі ол 4-ші периодта орналасқан. Біздер алюминий, кремний, күкірт соларды қарастырамыз. Қайсы аргонға ұқсайды екен? Мысалға алюминий конфигурациясы қандай? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Алюминийдікі 1s2, 2s2, 3s2, 3p1. Яғни соңғы яшықтарын салатын болсам, мына жердің соңғы яшықтарын салайын сіздерге. 3s және 3p. 3s'да 2 электрон бар, 3p'да 6 электрон бар. Дәл осыған ұқсас болу керек, алюминий қалыпты жағдайын салайық. 3s2, мына жерде 2, 3p1. Енді қараңдар, мына жерде плюс 3 деген сөз, ол мына 3 электронның сыртқы қабатында 3 электрон беріп жіберді деген сөз. Яғни мына кетіп қалатын электрондар. Мына жерде алюминий плюс 3 болған кезде, мына жерде электрондар болмайды. Яғни 3 электрон беріп жіберді ол. Бұл аргонның конфигурациясына ұқсап тұр ма? Жоқ. Мына екі конфигурация бір-біріне ұқсап тұрған жоқ. Значит, алюминий жауап бола алмайды. Мырышты жаңа жауаптан алып, немесе күкірт, немесе кремний болады. Кремнийдің конфигурациясын көрейік. Кремний міне орналасқан, ол демек 3p2, Дәл осындай кремнийдікі 3s2, 3p2, Олда да плюс 4 деген сөз, ол мына 4 электроннан айырылып қалды деген сөз, ол мына конфигурацияға мүлдем ұқсай алмайды, яғни оның мынандай болып қалады тұр. Демек, кремнийді жауап бола алмайды. Күкірттікін жазып көрейік енді. Периодтық кестемізге оралайық. Күкіртті табайық. Міне, 3s2, 3p1, 2, 3, 4. 3p4. Жазайық. Күкіртті жазып жатырық. 1s2, 2s2, 3s2, Мына жерде кешім сұрам қалып қойған 2p6. Яғни 3s2 кремнийдің 2p6, 3s2, 3p. P неше? 3p6. 3p4. 1, 2, 3, 4. 3p4 болады. Конфигурациясын салатын болсақ, мына соңғыларын салайық. 3s дейміз. 3p дейміз. 4-еу, 1, 2, 3. 4-шісі. Енді қарайық, мына жерде минус 2 дейді. Минус 2 деген сөз, ол 2 электрон қосып алды деген сөз. Қосып алған 2 электрондар мына жерге келеді, Міне. Енді қараңдар. Аргонның конфигурациясымен
күкірттің конфигурациясы. Екеуі бірдей, я? Демек, жауап бізде күкірттің 2 минус тұту дәрежесіндегі күкірт жауап болады. Яғни қалыпты жағдайдағы қалыпты күйдегі күкіртте мына жерде мына 2 электроны болмайды, ал ол минус 2 тұту дәрежесінде болғанда мына жерге электрондар келіп қонады, ол аргонның конфигурациясына ұқсайды. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта біз сіздермен атом құрылысын қарастырдық. Яғни атом бізде ядро мен электроннан тұрады дедік, ядроның өзі протон мен нейтроннан тұрады дедік. Изотоптармен таныстық, яғни изотоптар деген сол элементтердің түр өзгерістері, яғни олардың протон мен электрон сандары бірдей, бірақ атомдық салмағы мен нейтрон салмақтары әртүрлі. Біз айттық сутектің 3 изотопы бар, протий, дейтерий және тритий деген. Сонымен қатар энергетикалық деңгеймен таныстық, немесе оны электрондық қабат дейді. Энергетикалық деңгей бізде период нөмірімен тең болып келеді. Сонымен қатар біз электрондық конфигурацияны жазып үйрендік. Электрондық конфигурацияны периодтық кесте көмегімен жазамыз, яғни түрлі түсті периодтық кесте қолданамыз. S, P, D, F элементтері түрлі түсті боялып тұрады, соны қолдану арқылы біз электрондық конфигурацияны жаздық. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Тапсырмаларды орындаңдар, талдау сабақтарын қараңдар.